Dostlar, bәріне сәлем. Таңертеңгі сағат 5. Мен таңғы жүгіруге шықтым. Не себепті таңертең ерте жүгірген дұрыс? Негізі жүгіруге сағат 4-тен шыққан жақсы. 4:30-ға дейін, 4:40-ға дейін. Сондаған жүгірсеңіздер, біріншіден ол кезде күн әлі шықпай тұрады, енді шығып келе жатады. Және салқында жүгірген өте ыңғайлы. Ол кезде машина да аз болады, ауа да таза болады. Түннен кейін барлық шаңдар, түтіндер кетеді. Содан кейін жүгірген кішкене оңайырақ болады. Ол біріншіден. Екіншіден, менің жұмысым мысалы сағат 10-да болса, мен қазір 30-40 минут ішінде 5 километр жүгіріп қайтам. Содан кейін жуынып айтып болғаннан кейін де жұмысқа дейін бірталай уақыт қалады. Өзімнің басқа да шаруаларымды бітіріп алуға болады. Әрине, ол үшін таңертең ерте тұру үшін де кішкене түнде ертерек ұйықтау керек. Сағат 10-да. Егер сіздер таңертең жүгіретін уақыт болмаса, кейбір адамдарға әрине қиын. Таңертең сағат 4-те оянған. Кешке жүгірсеңіздер болады. Бірақ кешке жүгірген өте ауыр. Себебі ауаның бәрі лас болады, шаң болады, түтін болады. Содан кейін сіздер демалғаннан кейін сонымен ертеңінде шаршап тұрасыздар. Сол себепті таңертең жылайтын жүгірген. Егер кешке жүгіретін болсаңыздар, саябақтарда жүгірген дұрыс. Мысалы, тұңғыш президент саябағы, орталық саябақ, парк Горького дейміз, Баум тоғайы, сол жақтарда жүгірсеңіздер болады. Егер Алматыда болсаңыздар, Астанада болсаңыздар, сіздерде набережка бар, өзеннің жағасымен жақсылап демалып өтсеңіздер болады жүгіріп. Сосын ботаникалық саябақтар бар, қателеспесем. Бірақ Астананың ауасы бізге қарағанда тазарақ, өйткені ол жақта жел, мынандай түтіндер тұрмайды көп. Так, бүгінгі жүгіретін экипировка, ол футболка, спортивный жанандай тесік-тесіктері бар, демалуға жақсы. Қарапайым шорты, қарапайым носки, және кроссовка. Демали 5.0 Кардора. Бұл кроссовка негізінде жаңбырда жүгіргенге жақсы, күзгі уақытта жүгірген жақсы, өте жылы. Және қыста жүгірген жақсы бұл кроссовкалармен. Қыста сәл-пәл тайғанақтау, бірақ аяғыңыз қатты тоңбайды, және аяғыңыз қатты су болмайды. Мен бұл киген себебім деген мен барлық өзімнің кроссовкаларым бәрін жуып қойғам ғой, олар кеппеді әлі. Сол себепті осы аяқ киіммен шығуға тура келді. Жақсы, алдағы уақытта көріскенше сау болыңыздар.